الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Құрметті жамағат, бүгінгі жұма күні уағызымыздың тақырыбы, Құран аятына негізделген уағыз тақырыбы тәртіпсіздік бүлікке, тәртіп берекеге бастайды. Тәртіпсіздік бүлікке. Тәртіпсіздік бүлікке бастайды дейтінді алатын болсақ, ал тәртіп берекеге. Жер бетіндегі бүкіл мақлұқат біздің тек түсінігімізде жаны бар мақлұқат деп ойлап қалмайық. Мақлұқаттың ішіне біздер де кіреміз, хайуандар да кіреді, жан-жағымыздағы таулар, тастар, өзендер, көлдер, тіпті мынау аспандағы ай мен күн де кіреді да. Біз ойламайық, ай мен күн біз сияқты бір көзі, құлағы, аяғы болмағанмен ол бір жоқ, Алла Тағала оны жаратты. Өйткені Құран Кәрімде Аллах Тағала мына бір Ясин сүресін білесіңдер, 40-шы аятында былай деп айтқан, астағфируллах. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Алла Тағала бұл неде күнге дейді айдың қуып жетуі мүмкін емес дейді. Сондай-ақ түннің күндізді басып озуы да мүмкін емес. Әр қайсысы өз жолымен көк кеңістігінде жүзіп барады дейді. Яғни мына күн батады, күн батқаннан кейін нешеді ай шығады, ай батқаннан кейін нешеді күн шығады. Қалай болғанда осы қарап отырсаңыз, екі Алла Тағаланың біздің көзімізге көрінетін екі үлкен мақлұқаты ай мен күннің өзі бір тәртіпке бағанып отыр екен. Бұл тәртіп қиямет күнге шейін жалғасады да, қиямет күн Алланың бұйрығына сәйкес, қалауына сәйкес, күн батыстан емес, күн шығыстан емес, батыстан шығып, немесе басқа да сондай қияметтің ең соңғы белгілері болады. Ал оған шейін бұл тәртіп жалғаса береді. Бұл не үшін тәртіпті Алла болып істеді? Жер бетіндегі мақлұқаттарына, адамзат баласына, хайуандарға, өсімдіктерге, талдарға, шөптерге, дәндерге, барлығына белгілі бір уақытта мына күннің шығып тұруы мен жылу беруі, сол сияқты түннің күн батқаннан кейін түндегі айдың пайда болуы арқылы, ол соған сәйкес әлгі өсімдіктерге, шөптерге, басқа да фотосинтез процестер арқылы жер бетіндегі мақлұқат жануарларға, онан басқа жануарлардың адамдарға қызмет қылу үшін жаратылған. Енді ол біздің сыртқы Алла Тағаланың біздің көзімізге көрінеді. Бірақ онан басқа енді адамзат баласы деген бар ғой. Адамзат баласының ішінде Алланың қалауымен әртүрлі адамдар бар. Қандай бар? Дінсізі бар, діндісі бар, мұсылманы бар, кәфірі бар, басқа діндегілер бар, басқа ұлттағылар бар. Олардың барын Алла не үшін жаратты? Әрқайсының өзінің тілін, әрқайсының өзінің ұлттық идентификациясы, өзінің айырмашылығын жаратты. Сол сияқты біздерге Алла Тағала Құран Кәрімде әр уақытта адамзат баласының ішіндегі ең өзінің орнын білген, өзінің жолын білген адамдар кім еді? Ол өзіне иман келтіріп, шын мәнінде Алла Тағала иман келтіре отырып, оның Құран Кәріміне құрметпен қарайтын, оның Құран Кәріміне сенетін, және оның соңғыда сүйікті елшісі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ізін еретін үммет қылса, онда әлгі адам бұл дүниенің бақытын алған болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірін қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінің кезеңінде сынақтар болды. Меккелік кезеңі мен Мединелік кезеңі болды. Меккелік кезеңде қандай адамдармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрші болды? Өзіне қарсы шыққан кәфірлерменен, көп құдайға табынушыларменен, бұттарға, тастарға, идолдарға табынушы адамдармен көрші болды. Бірақ соған қарамастан олар дінге шақырды.
Сол сияқты Мединелік кезеңде кіммен көрші болды? Мединелік кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ол кезде сахабалар күшейді. Ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Меккелік кезеңде сахабалар әлсіз болған болса, пайғамбар саллаллаху қасындағы кісілердің көбісі. Мединелік кезеңде сахабалар күшті болды. Сахабалар күшті болды, сол жердің қожасы болды. Бірақ та соған қарамастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасында көрші кімдер болды? Яһудилер болды және мұнафықтар болды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасиеті сол, ол адамзат баласының ішіндегі ең көркем, ең мінез жұмсақ, ең әдепті, ең шын мәнінде күлімсірейтін, ең жымиысы ықыласпен шығатын, әйел адам болсын, еркек адам болсын, бала болсын, шаға болсын, кемпір болсын, шай болсын, кемпір болсын, шал болсын, тіпті өзінің жаулары болсын, соның әрқайсысымен дұрыс қарым-қатынас жасайтын соңғы сүйікті пайғамбар болды да. Бірақ оған қарамастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы Меккелік кезең, Мединелік кезеңде бәрібір сынақ болды. Өйткені Құран-ы Кәрімде айтылады, Алла Тағала астағфирулла, «Уәләнәбүлуәннәкум» дейді Алла Тағала. Біз шын мәнінде сізді сынаймыз деп Алла Тағала. Бұл жерде сынаймыз деген сөздің мағынасы, қарасын құрметті жамағат, ол Алла Тағала пенделердің барлығын сынай береді. Яғни нәнесімен аштықпен сынайды, кедейлікпен сынайды, байлықпен сынайды, баламен сынайды, әйелмен сынайды, туысқанмен сынайды, жаман көршілермен сынайды, мінез жаман адамдармен сынайды. Айтып, қалай болғанда бұл дүниеде аурумен сынайды, ауру бермей сынайды, сұлулық беру сынайды, сұлулық емес сынайды. Қалай болғанда бұл дүниеде біз сынақтан қашып кете алмайды екенбіз да. Бірақ та ол сынақтардың ішіндегі ең бір апасының, ең бір қауіпті сынақ болғандай, мұсылмандардың жамағатының арасында іріткі салушы, қолдан сынақ істейтін адамдар болады. Іріткі салушы адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезіндегі Меккелік кезден қарайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи бәрі айтатын, Меккенің сол кезде бүкіл тұрғындары, бұл Мұхаммед Амин, яғни бұл ең сенімді Мұхаммед, бұған бәріміз сенеміз, сыйлаймыз, жақсы көреміз деді. Бірақ сенесіңдер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи Құбай істейтін тауда тұрып, Меккенің қасындағы. Сендер Құрайш тұрғындары әрбір рудың атын айта отырып, сіздер мына таудың артына жау келіп тұр десе, сенесіңдер ме деді. Бәріміз сенеміз деді. Бірақ олай болса мен сендерге Алла Тағаланың соңғы жіберген елшісімін деген кездері не істеді? Ішіндегі Әбу Жахил бар, Әбу Лахаб бар, басқа да кәфірлер алды да, басшылары ей деді, қолдарын бір сілт етті, теріс қарай бұрылып, біз саған сенбейміз деп кетіп қалды. Міне, ана мысалы өзіңіз ойласыз, көзіңіз есітіп көріңіз, сізді біреу сыйлаймын, жақсы көремін деп отыр, Алланың разылығы үшін. Былай, жақсысың дейді де, бірақ сіз оны ақиқат айтқан кезде істейді, қазақша айтқанда талаға тарс айырылады. Немесе астағфирулла, шалқасынан құлайды тәкаппарлықтан. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары соған қарамастан иман келтірді. Иман келтіргендер ішінде көбісі кімдер еді? Кедейлер еді, субханалла. Байлар аз болды, тек қана Абу Бәкір болды, кейін Осман ибн Аффан радиаллаху анху сияқтылар болды, басқа көбісі кедей еді. Бірақ ол кедей сахабалардың барлығы байлық үшін иман келтірген жоқ та олар. Өйткені білді, адамзат баласының соңғы құтқарар кемесі, ең соңғы құтқарар пайғамбары, сүйікті пайғамбары Мұхаммед екендігін шын жүрегімен сенді. Соған сәйкес оны соған бүкіл жан тәнімен жақсы көрді да. Ол сахабалар пайғамбарымыз қатты жақсы көрді, ол үшін жанын беруге даяр еді да. Ал байлар, Құрайштың байлары, қолдарына ақша ұстап қалған адамдар, билік ұстап қалған не істеді? Олар қаламат көбісі. Неде? Олар билігіне қорықты, байлығына қорықты. Мына пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір Алладан басқа көп құдайға табынады, тек қана бір Аллаға табыңдар дегенде олардың билігіне зиян келтіреді деп қорықты дүние үшін. Сол сияқты, енді Мединелік кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қарап отырсаңыздар, мұнафық деген тағы да Алла Тағаланың сынағы болды. Мұнафықтар қандай еді? Мұнафықтардың оболочкасы мұсылман еді, аузубилля. Олар тіпті Құран-ы Кәрім Мұнафиқун деген сүресі келеді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға аят бар, Мұнафиқун сүресінің басында. Астағфирулла. Иза жаакал мунафиқуна қалу нашхаду иннака ла расулуллах валлаху я'ламу иннака ла расулуху валлаху яшхаду аннал мунафиқина лаказибун. Егер де саған мұнафықтар келсе дейді Аллах Тағала осында Мұнафиқун сүресінде, олар айтады дейді, біз сенің Алланың елшісі екендігіңе куәгер етеміз дейді.
шын мәнінде Алла тағала біледі, ол мұнафықтар шын мәнінде өтірік айтып отырғандарын дейді. Олар өтірікшілер деді. Қараңыздар, сөзбен айтады, бірақ іспен мойындай ма? Мойындамайды. Неге? Опять же, бұл жерде былай айтқанда шындықпен неге келіп тұр еді? Мұнафықтардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жек көрген себебі олардың дүние. Мұнафықтардың сол кездегі басшысы болды. Қараңыздар, аты Абдулла ибн Убай ибн Сәлул. Қараңыздар, атын астағфирулла. Абдулла деген аталып алған да. Бірақ ісіне қарасаң, Құдай сақтасын. Сол кісі, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келем деген үшін, сол Медине қаласына ең сыйлы кісі еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келді де, бүкіл Меккенің халқы алды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көріп, соның артынан еріп кеткен кезде, ана кісі көре алмағандықтан, қараңыздар, міне айтамын ғой, еркектерде көре алмағандық жаман, ауызбилла. Көре алмағандықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам амал жоқ бүйтіп деген сияқты астағфир, іші жарылардай болды. Бірақ мен саған сенем, иман келтірдім дейді. Бірақ оның жүрегінде кәпірлік етті, ауызбилла. Енді ол кісілер кетті, пайғамбар саллаллаху алейхи дүниеден өтті. Бірақ сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи дүниеден өткеннен кейін олардың артында ең алтын буын кімдер қалды? Сахабалар қалды. Әділетті 4 халифа қалды, онан кейін басқа халифалар қалды. Ол халифалардың кезінде де осындай фитне жасаушы адамдар болған. Ол аз дегендей, онан кейін де болған. Олар қазірде де бар олар. Олар міндетті түрде аты сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уақытындағы арабша тайпалардың, арабша адамның аттарын айтып жатыр емес. Ол Құдай сақтасын, мына СССР-дың көлемінде қанша бізде республика бар ғой, Аллаға шүкір, дін келе бастаған, дінге қайта бастаған. Бірақ сол республикалардың ішінде, тұрғындардың ішінде әртүрлі аттарды жамылып алып, әртүрлі шоп, қазіргі кезде білесіздер, тренд деген нәрсе бар, баяғы советский тілмен айтқанда модно. Трендтегі сондай бір ерекше бір атты өздеріне қойып алады да, біз аналарымыз, біз мыналарымыз дейді да.